сіздер не коррупциямен айналысқандар бар. Олар маған номерін бермей жатыр, бүйтеді. Біз қорқамыз дейді. Тоқтаңыз. Мен сізге прям жала жатқан жоқ, естідік. Қараңыз, извещение служащих не надо портить такими словами. Енді, короче, сіз емес, мына жерде мына қоятын жігіттер бар ғой. Штраф салынды ғой, ертең тексереді, біз енді айтамаймыз, бірақ естідік. Олар біз қатыспаймыз оған дейді. Біз шешіп қойдық деді. Жаңа 30% беріп штраф тастап дейді. Енді ертең тексереді, осы жерде істеген адамдар, мен специально біз блогер шақырған себебіміз осындай коррупция айналысып жатқаннан кейін біз естіп отырмыз. Ол сіздердің азаматтық белсенділіктеріңіз. Сен, конечно, сен емессің ғой, сен жауап бермейсің ғой, сен танымайсың. Бастықтарың, екі бастығың келген жоқ сен. Сен әшейін несің? Андай грамотный аусың да, сен жас аусың жаңадан келгенсің, сен әлі оған кіріспейсің. Сен андай қылып жіберген сен. Тоқтай тұр енді. Я прихожу в налоговую к вам, говорю, вы выставили мне уведомление на 5600. Вы выставили лицевой счет 5 600 000. Объясните причину. Он мне говорит, у нас есть расшифровка. Я говорю, а почему вы его не прикладываете? Почему вы нам электронно это не отправляете? Почему я это не вижу? Почему я должна приходить сюда и вот это все выяснять? А он говорит, вы вот зайдите к директору, вы там разберетесь с ним. Это что означает? Почему я должна что-то куда-то кому-то заходить, чтобы что-то решить? Вы должны такую информацию предоставлять все электронно. Вы сами говорите, сейчас все пошло вперед, сейчас все электронно. Пожалуйста, выставляйте все электронно. Айтайын дегенім, біз онда Шымкент қаласынан және 358 еңбекші ауданның кәсіпкерлер шықты. Басқа еңбекші аудан, сізде білмеймін. Сонда 1,5-2 мыңға жуық кәсіпкерлер бар. Онда біз бәріміз ауа көшейік. Қызылордаға, немесе Талдықорғанға, немесе Тараз қаласына. Әлде бәрімізді банкротқа жібердіңіздер. Басқа қолымыздан не сұрайсыздар? Сіздер не коррупциямен айналысқандар бар. Олар маған номерін бермей жатыр, бүйтеді. Біз қорқамыз дейді. Тоқтаңыз. Мен сізге прям жала жатқан жоқ, естідік. Қараңыз, извещение служащих не надо портить такими словами. Енді, короче, сіз емес, мына жерде мына қоятын жігіттер бар ғой. Штраф салынды ғой, ертең тексереді, біз енді айтамаймыз, бірақ естідік. Олар біз қатыспаймыз оған дейді. Біз шешіп қойдық деді. Жаңа 30% беріп штраф тастап дейді. Енді ертең тексереді, осы жерде істеген адамдар, мен специально біз блогер шақырған себебіміз осындай коррупция айналысып жатқаннан кейін біз естіп отырмыз. Ол сіздердің азаматтық белсенділіктеріңіз. Сен, конечно, сен емессің ғой, сен жауап бермейсің ғой, сен танымайсың. Бастықтарың, екі бастығың келген жоқ сен. Сен әшейін несің? Андай грамотный аусың да, сен жас аусың жаңадан келгенсің, сен әлі оған кіріспейсің. Сен андай қылып жіберген сен. Тоқтай тұр енді. Одан кейін сол естіледі ертең, біз тексерсін сендерді. Біз кәсіпкерлер, например, 19-20 жылғыны қозғап жатсыңдар. Біз до такой степени товарларымыз бар ғой, анау таможняда жатты мысалға да, қиналдық. Өзімізге не талон алып, әрең істеп, 19 жылғы нәрсені қозғап жатсыңдар. Ескі нәрсе ескімен кету керек. Назарбаев мырза не үшін кәсіпкерлерге мораторий деді? Өйткені кәсіпкерлер сәл-сәл қимылдасын, өмір сүрсін. Осы кәсіпкерлер, біз кәсіпкерлері арыста жарылыс болды. Өкімет ештеңе істемеді, біз көмектестік. Аяқта су тасқыны болды. Біз киім-кешек тамақ жібердік. Кәсіпкерлерсіз сендер ешкім емессіңдер. Қарапайым адамнан біз жоғары тұрамыз, мысалы кәсіпкерлер. Біз қанмен терлейміз, жаурап тұрамыз, сауда істейміз де, имущественный налог төлеп жатырмыз. Ол да бар да қазір көтеріп жатсыңдар. Одан кейін біз мынаны как положено істеп жатырмыз. Сен тауып берші маған. Қазірде қараңызшы. Біз тоо ашамыз ғой, не үшін? Өйткені үлкен строительный компания НДС-пен жұмыс жасайды. А сіз қазір барыңызшы. Базардан да ипишникке отырсың да, бір зат алып көресің, бір шеге. НДС бер дейсің. Бермейді. Правильно, адамдар дробление істейді. Өйткені ананы мынамен жабу керек. Конкретно бәрі осы 22 жылы біз қазір рекасса деген шықты. Касса аппарат деген бар еді. Баяғыда жүгіріп барып чек шығаратынбыз. Қазір грамотно жайлап жаңа Қазақстанға келе жатырмыз. Тоқаев мырзаны кеше сайладық біз. Қойшы Тоқаев мырзаны сайлап, ертесіне шығайықшы. Тоқаев мырза тыңдасыншы деді. Адам өзгереді. Бізге қазір 2000 жылы ешкім чек ұрып жатқан жоқ, байқайсыздар ма? Өйткені адам біз кәсіпкерлер өзгеріп жатырмыз. Ұрмаңдар деп. Енді тоқтаңыз. Біз бірінші бүкіл бәріне НДС-ник болу керек. Үлкен обороттағы ИП-лар біз аламыз. Ана Жанко деген фирмалар бар, олар нелер? Одан аламыз. Басқа фирмаларда арзан ғой, мысалға. Солардан алып біз нан жеу керекпіз. Сол кезде біз олардан зат аламыз, сатамыз біз. Одан кейін затты алады да чекпен ұрып береді, ақша жоқ. 2019-2020 деген қарызға беретінбіз. Сенесің бе, 3 фирмамен соттастым. Экономический сот жеңіп қалды. Мен ақшамды аламадым. Бір фирма салды,
Бұхарбаев налоговый кезде. Бұхарбаевың сол өзі взяткамен ұсталды. Бұхарбаевың болды бір фирма, мен соттастым, жеңе алмадым. Сол кезде Бұхарбаевың замешін болды сол кезде. Барат ненікі. Аламадым ақшамды. Сот орындаушыға бердім, экономист сотқа бердім, бүкіл договор бәрін бердім, аламадым ақшамды. Бір фирмалар бар, қиын заман болды. Ақордамен де жұмыс істедік, мысалға. Ақорда жерін бере бастады. Как раз город ауысты ғой, неге облысқа, бюджеттің бәрін әкетіп қалды, мысалға. Сол кезде біз қарызға беруге вынужден болдық. Жерін алдық, машинасын алдық. Мысалға, отаустройдың машинасын берді бізге тықты соны үшін. Біз қарапайым адам затты аламыз, арзандау зат аламыз. Сөйтемізде біз одан наличка аламыз, біз аударамаймыз. Бүкіл фирма без налички жұмыс жасамайды. Қарызданамыз, потом наличка аламыз. Енді біз налогты қазір әлі ондайға келген жоқ, мысалы. Елден келе жатырмыз. Коррупция болмасын деп, рекаста, бәр, оборот. Баяғыда қандай еді, счет ареста болған кезде біз 3 күн күтіп, развать ететіндік. Қазір Каспиймен төлеп жібереді, сразу арест шешіледі, мысалға. И біз естідік, Сичан бастығына кірген мен. 1 сағат сөйлестім, битеді. Енді біз кінәлі емеспіз ғой. Мұнай, Россияда мұнай запретили, государствода ақша жоқ. Бұл жері мегаполис, ақша керек. Анау керек, көп сұрайды. Сөйткенде бір келген, типа, давайте свои деньги, сами найдите деген бюджеттіке де. И бізді қарапайым адамдарды істеп жатыр. Мақыл істеп жатыр, біз төлеп жатырмыз. Бұл жерде коррупциямен айналысып жатыр. Естіп жатырмыз да. Мен айтамаймын. И одан кейін либо вот это Сичан старший, он 3 месяца, да, он перевелся здесь. Значит, у него конкретно крыша есть, да, вот, например, конкретно осы халық көтерілетін білді ғой, например. Ол қаяқтан келді, мысалға. Есікмен тастау керек, жаңа 22 жылы айтсын, кәсіпкерлер, например, зданияны тоже. Қараңыз, менің зданиям бар, менің зданиям бар, қараңыз. Бізде, қараңыз, мен здания салдым. Қазір звондайды, видеді. Тұрандағы айдалада зданияны 2 есе сен имущество налогты көтер деп жатыр. Ешқандай заңсыз, оны қазір түсіндіреміз. Енді қараңыз, біз сол зданияны салдым, газ кіргізу керек болды. Газға бардым. Ақша бермесең, взятка бермесең, білмей, частныйлар отыр уже тоже. Светке бардым. Светке де тоже 3 фаз кіргізу керек, тоже. Ақша бермесең, кіргізбейді. Суға бардым. Хотел сам сделать, да, вот, ақша бермей. Суға бардым, отырады, сізге ана документтер сіз істей алмайсыз. Сізге какой-то услугамен істеп береміз дейді мысалы. Біз уже шаршадық уже. Кәсіпкерлер шаршадық, серік. Серік аға, сіздің сөзіңізді тыңдадым. Енді қараңыз, сіздікі мен сізге дейін. Мынау сіздер мы считаем демеңдер. Сіздер немейді считаем. Сіздер мына қараңыз, ұрдық қой бізде. Мына заң бойынша ұрдық болды. Заң бізде бірінші. Бірінші заңда халық бірінші. Сөз ба? Халық бірінші түреді. Заңды біз өзгерте саламыз. Тоқаев мырза да өзгертті ғой 7 жыл неге деп президентство сайлады. 5 жыл өзгертті, дұрыс па? Сондықтан өзгертуге болады. Енді қараңыз. Енді сізді тыңдадым. Мен қазір қолымда 10 адам жұмыс істеп жатыр. Мен 5 миллион төлемеймін. Мен еще НДС-ке шықтым, правильно? 1,5 миллион на НДС вышел. Потому что документ болмады. Ана фирма сұрады, Галинаға айттым, давай НДС будем платить. Ну что поделаем? 3-й квартал, например, НДС будет. Еще 1,5 миллиона НДС должен платить. Еще 500. Общий 7 миллионов. Как я найду? Тогда вот надо 10 человек безработный будет. Я буду закрываться. Я сейчас соберу всех штрафников, да? Мы в Астану поедем, на то пошло, да? У нас есть средства. Я лучше 5 миллионов платить, я лучше блогеру платить, зангеру платить. Мы все соберемся, Астанаға финансовый варамыз. На то пошло, не жасаемыз, моратория. Мы все закроемся, кәсіпкерлер. Не будем работать. Все кәсіпкерлер келсеміз, бұл жерде әлі 1% бар. Қанша штраф салынды? Әл-Фарабийский еңбекші жиналамыз, жан айқайымызды. Егер де заң бұзылмаса, біз келмейтін едік. Мына грамотный юрист айтып отыр. Заң бұзылып тұр. Прокуратураға жазып жатырмыз, да? Заң конкретно сенің бұзылып тұр деп тұр. Сен ана айтасың, мы считаем деген болмайды. Давайте, хорошо, мен сізді. Сен менімен бірге жүр, көктем базарға бар, отыр жауырап. Сөйтіп сантехникамен айналысып көр. Бүкіл жаңағыдай фирмалармен береміз. Дұрыс? Правильно, мына кісі, например, дробление істейді. Өйткені қалай істемейді? Әлі бардақ қой, бардақ. Чек алады, біреуді кім бере алады? Дай мне, пожалуйста, наличка болса да бере сал. Алады да барады анаған сатады. Жоқ затты да сатады. Конечно, өмір сүру керек, өйткені конкуренция. Понимаешь? Жако деген фирма мен Комфорт деген фирманың арасында, турбалардың арасында әртүрлі разница бар да. Чтобы ана Жаконыкі конкуренция болмас үшін, нақтан арзан алады да, сөйтеміз қарызға барып береміз. Сөйтеміз де содан біз пайда көреміз.
неге төлейміз? Ол оның бәрі Сендер сіз қайта- зерттемейсіңдер. сіз қайта- Не сатып қайталап жатыр? айтып жатсыз ғой. Сен не сатып жатыр? Қайға барып жатыр? Сендер алдында бір рет келдіңдер. Налог төлейміз деп бір бастайын дедіңдер. Сөйтіп мораторий болды да бастамадыңдар. Хайбай шығып кетеді деп. Халық әлі пандемиядан шығып енді көтеріліп жатыр да. Сөйтіп осы 22-ші жыл біз халық өзіміз-ақ өзгереміз. Кәсіпкерлер, сендер бермесеңдер де біз қарапайым халыққа спонсор болып, инвалидке спонсор болып, өкіметтің істемеген заттарын біз істеп жатырмыз. Сенесің ба, адамдар, қанша адамдар сондай жарылыс болған кезде біз көмектесіп жатырмыз. Осы кәсіпкерлер, біз ең жоғары кіші кәсіпкерлерміз біз. Біздің арқамызда сендер мақтанбаймыз, сендер милициялар, гаишниктер, түсіріп жатқан камераларда бәрі ақша. Біздің налогтан төленіп. Ана камерадан келеді, біз үйреніп қалдық уже. Неге түсесің, камераға түсесің де 7000 теңге деп келеді, Каспийден салып жібереміз. Уже ақшамыз біздің жетпей жатқан екен келіп отырмыз, бізде жанына айқайды да мысалы. Біреулер бар шығар, может сен ойлағандай. Бірақ 2022 біз енді өзгеріп келе жатырмыз. Чек ұрмай, рекассамен, как положено да. Бірақ ана имущественный налогты сендер шығарғандарың дұрыс емес. Сендер бөліңдер, категория зонаға бөлінеді, бүйтіп бөлінеді зонаға. О, айдаладағыны Таукеқандағы боймен бірге сендер соны өлшеп жатсыңдар. Зонаға бөлсіңдер, заң емессіңдерші. Анау земельныйдың ала салдыңдар да сендер жердің несін 2,5 теңге төлеу керек деп. Әлі заң шыққан жоқ қой. Мегаполис болып жатырмыз, мегаполис болған кезде қарасыңдаршы ішінде. Мен сонда 800 теңге төлеуім жылына. Ана жердегі тұрандағы зданияма да әлі адам келген жоқ. 1000 теңгеге арендаға бере алмай тұрмын мысалы. Мен соны бастайын деп ойладым, өзім торговый сатамын. Ақшам болмай қалды, например. Істей алмай қалдым, сөйтіп арендаға беріп жібердім мысалы. Ал оны ертең строительный магазин, соны сатайын ашам деп ойлағанмын мысалы, да? Енді қараңыз енді. Қазір сіздің айтқан сұрақтарыңызға жауап беру. Мен сіздерді тыңдадым. Біз налоговый орган как представитель ретінде. Былай болсын. Жаңағыдай айтып жатсыз ғой. Әркім бұл жерде өзінің қызметін істеп жатыр. Бизнес өзінің қызметін істеп жатыр. Әркім біз өзіміздің қызметімізді істеп жатырмыз. Енді Тоқаев мырза айтты жаңағындай, көш жүреді түзеледі 2023 жылы жаңадан налог кодекс қабылданады, көш жүреді түзеледі деген қазақта сөз бар. Одан кейін мынандай нәрсені еске алған дұрыс. 2022 жылы біздер наличный расчеттан жұмыс істемей бастадық деді. Егер сіздер возможно бұндай біз бір жағынан салықтық мәдениет қалыптастыру мақсатында да осындай егер біз осындай штрафтарды көтермегенде ол наличный расчетпен әлі күнге дейін жұмыс істеп келулеріңіз мүмкін еді. Сол себептен бірінші қараңыз басқа ана аузы күйген үрлеп ішеді дейді ғой. Ал оның бірінші наличный расчет деп заңға ограничение қойғаны ол өйткені көлеңкелі экономиканың алдын алу мақсатында болған болатын. Дұрыс, 22-ші сендер жарнамадан берсіңдерші, наличный расчет ұрмаңдар, кәсіпкерлер деп. Ол тұр ғой, законда тұр. Егер кәсіпкерлікпен айналысқаннан кейін өздеріңіздің грамотный бухгалтеріңіз бар, юристтеріңіз бар, у вас есть риски, которые налоговые риски, бизнес-партнерларыңызбен риски. Ол осознанно кәсіпке барғаннан кейін сондай нәрселерді учитывать ету керек. Біз бәрі ол законда тұр. Ол барлық жерде ізденсеңіздер. Неге 19-20-ны қосыласыңдар, айтыңдаршы. Давайте. Ескімен кетсін. Енді срок пределах исковой давности 3 жылды қарап жатыр. Мен осы сұрағыңызды мен қараңыз, былай болды. Августте, бір фирмаға келеді маған. Сөйтіп мен оны бухгалтерім ұмытып кетеді. Сөйтеміз де 2 айдан кейін 3-4 фирманы іледі ғой, өйткені бұлар күтеді специально. Бір фирманы келеді, развать етемейді, білмекен деп. 19-20. Давайте былай. Вопрос не так состоял. Первое пришло извещение. Подождите, давайте дослушаем. Пришло первое извещение. Извещение приходит с наименованием ТО «Комфорт», но при этом расшифровка не вкладывается. За какой период, что вы рассматриваете, какой 5%, ничего не приносите. Просто отправляете по почте извещение. Он получает это извещение, и все. Он приходит, там на извещении сказано в 15:00 подойти в налоговую. Он приходит, ему говорят, вот по комфорту у тебя по 1000 МРП превышение. Вы сделали искусственное дробление. Посмотрели, по комфорту дробления нет у него. Мы дали ответ вам. То, что вот мы пришли, подали. Где ваша расшифровка? Расшифровку вы так и не предоставили. Зато вы выставляете уведомление на 5 600 000, где тоже не дается расшифровка. Я прихожу в налоговую к вам, говорю, вы выставили мне уведомление на 5 600 000. Вы выставили лицевой счет 5 600 000. Объясните причину. Он мне говорит, у нас есть расшифровка.
Я говорю, а почему вы его не прикладываете? Почему вы нам электронно это не отправляете? Почему я это не вижу? Почему я должна приходить сюда и вот это все выяснять? А он говорит, вы вот зайдите к директору, вы там разберетесь с ним. Это что означает? Почему я должна что-то куда-то кому-то заходить, чтобы что-то решить? Вы должны такую информацию предоставлять все электронно. Вы сами говорите, сейчас все пошло вперед, сейчас все электронно. Пожалуйста, выставляйте все электронно. И смотрите, дальше слушайте. Вот вы сейчас за 3 года посчитали у него дробление. А как он должен был посчитать на тот период свое дробление? Он же не знает. У него оптово-розничная торговля. Откуда он знает, когда завтра у него придут, купят товар, а завтра может его и вообще не купить? Зачем ему на год покупать товар, который будет лежать у него в подвале? Это деньги. Он работает на то, что вот потребитель запрашивает, он сегодня покупил, завтра продал. А зачем вы сейчас говорите, ему надо было составить контракт на 50 миллионов, и чтобы это у него лежало? Зачем ему это? Он может также работать безналично. Он может работать, у него есть счета. Если бы такая система у вас пошла безналичная прежде, вот вы говорите, 1000 ВП запрещено, он бы работал с удовольствием и раньше, в 2020 году бы он работал. 22 года он таким образом работает. Вот теперь смотрите, местный сұрағына жауап берейін, иә? Біз 22 жылды былтырғы уведомлениедан кейін тоқтаттық. Бұл извещениедан кейін емес. Я знаю, вообще бұл дұрыс мәселе да. Бұл бір шешімге келу үшін бір площадкада жолығайық. Атамекен площадкасында қай кезде департамент бар. Қазір өзіңіз айтып жатсыз да. Бұл бір ғана Қаратауда болып жатқан проблема емес. Солай еңбекші, Әл-Фараби, Абай. Шымкентте ғана болып отыр, иә? Басқа қалада жоқ. Қараңыздар, осыны бір площадкада жолығайық. Атамекенде. Енді сіздер кәсіпкерсіздер ғой. Сол жерде жолығайық. Қазір Голословны бір-бірімізбен ештеңеге келісімге келе алмаймыз. Сол жерден бір меморандум болады, бір площадкада официально жолығып әңгіме қылайық. Кәсіпкерлер ДГД-ға барып кіріп шықты. Ол жердегі жаңағы басшылар айтыпты, біздің тарапымыздан сіздерге үлкен жиналыс болады депті. Вот как раз сол жиналыста жолығып бір шешімге келейік. Сіздердің де дұрыс жақтарыңыз бар. Бізді енді не жерде тұрып Голословна ол сендер үйтіп жатсыңдар, біз үйтіп жатқан жоқпыз. Дегенде болмайды да, дұрыс. Біз сотқа жазып отқан себебіміз ДГД-ға жаздық та, неге сотқа ешқайсысы қарамайды екен, экономист сот қарамайды екен. Өйткені бұлар бәрі бір ғой енді, ақша келіп жатыр өкіметке. Біз енді сотқа әкімшілік құқық бұзушылыққа жібердік та. Сергаға былай істейікші. Соны қайтарып жіберген. Айтыңызшы, сіз ақша келіп жатыр деп. Сол өкіметте сіздер тұрасыз ғой. Осы мемлекеттің азаматысыз ғой сіз. Олай айтпасаңыз. Айтайын деп жатқаны, ақшамен де шешіліп жатқан жерлер бар дейді. Жоқ, енді оған құзырлы органдар бар. Қараңыз енді, билет. Бөлек заңдар, бізге бөлек заң болып. Короче, мен түсінбей жатқан ана ғой, осыға келесің ғой, бастыққа кір дейді. Бұл жерде бір кісі бар, грамотно шешетін де, крышасы плотно. Сонымен шешіп отқандар бар. Қарашы, мына кісі айтады, бұл заң бойынша істесе, жауап беру ғой заң бойынша дейді. Директор, зайдите, там сами разберитесь дейді, көрдің ба? Ана кісі ғой, мына кісі. Бұл ана кабинет отқан. Осы кісі жазған, ана ашкеге кісі. Я понял, вот пару вопросов. Буквально пару вопросов. Смотрите, я понял, пару вопросов. Вот сейчас вы нам пояснили, что возможно, если бы мы так не реагировали, вы, возможно, допустим, мы сейчас начали штраф выносить, есть теневая экономика, правильно вы говорите? Я хорошо понимаю, у вас идет борьба с теневой экономикой на республиканском масштабе. Но теперь смотрите, а вы не считаете, что да, возможно, есть такие предприятия, которые теневой экономикой занимаются, а те, которые добросовестны, действительно составляют договора, сделки, которые не превышают 1000 МРП. А вот мы под одни гребенки попадаем, получается, а нет ли индивидуального? Изначально Секе правильно сказал? Каждое дело индивидуально рассматривается. А вот теперь смотрите, вы сейчас говорите, каждое дело индивидуально. Всем одинаково выставили штраф. Одинаково, никого не вызывали. Всем одинаково. Вот вопрос, искусственное дробление. У нас, нам штраф пришел. Допустим, у нас 16, наших 16 партнерами договора есть. Разных направлений. С кем-то мы металл покупали, с кем-то уголь покупали. Қандай предприятие? Ферротекс. Ферротекс. Қаратауский районда. Жоқ, Қаратауда емес. Қаратауда емес. Мы собирались в городскую идти. Вопрос, сіздерді я понимаю, как говорите. Вот қараңыз. Здесь то же самое есть. Здесь то же самое. Направления разные. Но вы говорите искусственное дробление. Мен айтайын, бұл жерде ше, бұлар Бұл жерде қараңыздар, Касеке. Енді біздің ұсынымымыз бәріміздің тарапымыздан, иә, сіздерден осы оң шешімін табуларыңызды сұранамыз. Хорошо, біз бұл сұрақты барлығын көтереміз. 19-20 жылды тоже бізді жоғары вышестоящий органдарға жеткіземіз. И жаңағындай
бұйыртса Атамекен палатасында нейтральный зонада сол жерде жиналыс өткізсек деген. Хорошо. Шығып қойған постановление, шығып қойған штрафтарын бұл кісілер қалай жасайды? Солардың бәрі сол нәрселердің бәрін тексереміз. Нейтральный зона Налогтан көбісі қорқады екен де төлей жібергендер бар екен. Біраз адам келмеді де. Сол төленгеннің бәрі дробление болса, ақшасы қайтарылу керек. Біз соны требовать етеміз басқа кәсіпкерлердің де. Олардың да бала шағасы бар. Вот, а можно одну минуту? жазып кетіңіздерші. Можно такой вопрос? Хотя бы до разрешения вопроса, уважаемый представитель, смотрите, да, хотя бы единственная просьба. Вы сейчас говорите, давайте соберемся в нейтральной зоне с участием, давайте позвоним прокуроров. Да. И всех, да, соответствующих правоохранителей. Да, Шахрай, да, вот смотрите, хотя бы можно сейчас до, мы не знаем, когда это совещание будет, на этой неделе, либо завтра, да, это вопрос решим. Хотя бы до разрешения по существу этого вопроса приостановить принудительные действия. Вот сейчас фактически арестовали счета, уже по этому постановлению снимают деньги со счетов. То есть практически пока мы хотя бы решим этот вопрос, с вашей стороны принудительные счета пока не арестовать. Пока хотя бы до разрешения мы можем этот вопрос хотя бы сегодня решить. Мурат есть. Мурат, қазір бұл сұрағыңызға бір нәрсе жауап беруім қиын. Өйткені біздер бәрі өзіміздің де в рамках закона действовали. Давайте бұл сұрақты да озвучим. Біздер потому что против закона прекратить деген нәрсені істей алмаймыз тоже. Приостановить. До разрешения спора. Давайте бұл моментті де жазып алдық. Хорошо, тогда приблизительно. Скорее всего, есть вероятность, это возможно не будет. Мен просто зачем вам вас в заблуждение вести? Ну давайте приостановим. Скорее всего не будет. То есть, Қазақстан когда мы республикасында можем тұрамыз это ба? собраться? Республика бойынша көтерсін. Мақұл, бізді Шымкент қаласының Республика бойынша кәсіпкерлерін ғана көтеріліп жатқан нәрсе емес. бұл. Неге ол кезде қазір исковой давностьіміз өтіп кетеді. 2019-да басқа кәсіпкерлер біз сияқты. Сіздің атыңыз кім еді? Ләйла. Бұл Сондай-ақ айтайын дегенім, біз онда Шымкент қаласынан және 358 еңбекші ауданның кәсіпкерлер шықты. Басқа 358 еңбекші аудан. Сізде білмеймін. Сонда 1,5-2 мыңға жуық кәсіпкерлер бар. Онда біз бәріміз ауа көшейік. Қызылордаға, немесе Талдықорғанға, немесе Тараз қаласына. Давайте бұны Әлде бәрімізді банкротқа жіберіңіздер. Басқа қолымыздан не сұрайсыздар? қай уақытта Невозврат наличных чеков. Или да, или бізге без наличныйға рұқсат беріңіздер. Через банк 6 айдың ішінде біз әр кәсіпкермен жұмыс істеп отырмын. Мына кісіге барамыз. Көке, менде осындай жағдай болды. Маған рұқсат бер. Ақшамды қайтар, мен саған банкпен жұмыс істеймін. Осыған рұқсат беріңіздер. онда